Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл-Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте танымал, ерекше дәмді әрі нәп-нәзік Рафаэлло деп аталатын торттың рецептісін ұсынғым келеді. Бұл тортты жақсы көрмеу мүмкін емес деп ойлаймын. Сондықтан дәл осы тортты бұрын-соңды дайындап көрмеген болсаңыздар, видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде менімен бірге дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен бисквитін дайындап аламыз. Оған қажетті барлық ингредиенттер видео астындағы сипаттамада жазылған. Бұл бисквитке біз қарапайым бидай ұнымен қоса бадам ұнын, яғни миндальды ұнды қосамыз. Егер қолдарыңызда ұны болмаса, мен секілді миндальды жапырақшаларды алып, блендер көмегімен ұсақтап, ұн күйіне енгізіп алсаңыздар болады. Ендігі кезекте жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз және ақуызға шым-шым тұз салып, көпіргенше араластырып, кейін қажетті қанттың жарты бөлігін қосып отырып, формасын жақсы ұстағанша миксерлейміз. Және де маңызды ескере кететін жайт, ақуызды салған ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы тиіс. Келесі кезекте сарыуызға қалған қантты қосып, оны да жақсылап ағарғанша араластырамыз. Енді оны ақуызбен біріктіріп, силиконды күрекше көмегімен араластырамыз. Кейін ұнға сәл қопсытқыш қосып, міндетті түрде електен өткізіп отырып қосамыз. Және де алдын ала дайындаған миндальды ұнымызды қосып, төменнен жоғарыға қарай жақсылап араластырамыз. Қамырды астына пергамент төселген, диаметрі 22 сантиметрлік формаға құйып, түзулейміз. 170 градуста алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 30-40 минут пісіреміз. Бисквит дайын, енді ол толықтай суығанша кремін дайындаймыз. Ақ шоколадқа 50 мл кілегей қосып, толықтай ертіп аламыз. Кейін салқын 33-35% кілегейді көпіріп қоюланғанша миксерлейміз. Оған қант ұнтағын қосып, тағы араластырамыз. Сүзбелі ірімшікті де алдын ала түйіршіксіз болуы үшін жақсылап крем қалпына енгенше миксерлейміз. Кейін оны кілегеймен біріктіреміз. Келесі кезекте 3 ас қасық кокос үлпектері мен ерітілген ақ шоколадымызды қосып араластырамыз. Біздің өте дәмді креміміз дайын. Енді суыған бисквитті 3 бірдей бөліктерге кесеміз. Мен бұл жолы жіп арқылы бөлдім. Тортымызды дәл видеода көрсетілгендей жинаймыз.
Жан-жағын қалған креммен түзулеп, толықтай кокос үлпектерімен безендіреміз. Тортымызды Рафаэлло кәмпиттерімен және миндаль жапырақшаларымен әсемдеуге болады. Біздің тіл үйірер өте дәмді нәп-нәзік Рафаэлло тортымыз дайын. Сіздерді өзінің ең алғашқы бөлігінен ғашық етеріне күмәнім жоқ. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Бисквитіне миндаль ұны қосылғандықтан, ол басқа торттардан ерекше нәзік болып шығады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал алдағы видеоларды ең бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Тілеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.